Сәлем достар. Бізде оқу орнымызда қышқы конкурс ұйымдастырғалы жатырмыз. Конкурсымыз міне мына жақта ағайымыз отыр, мына жақта апайлар дайындалып жатыр. Студенттер дайындалып жатыр. Құқық кафедрасының ұйымдастыруымен ұлттық киім ұлт айнасы тақырыбында ұлттық киімді, оның оюларын дәріптеу мақсатында осындай конкурсты ұйымдастырып жатырмыз. Құқық кафедрасының оқытушылары, спонсорларымыз әрі. Міне мұғалімдердің өзі осындай этно стиль киіп алған, барлығы да мінекей шетелдік тема, жаңағы ою өрнек тема барлығы бар. Міне біздің заведующиіміз. Міне өзімізден бастайық бірінші деп, міне ағайымызда ою өрнектер киіп отыр. Біздің спонсорымыз басты. Бірінші, екінші, үшінші орынның спонсоры. Ручкаларда кешім, мен суғанда ручка көр. Ынталандыру сыйлықтары болады. Так, қазір осы оқу орнымыздың Мардан Сапарбаев ғимаратының осы алаңында болады. Арнайы қызыл дорожка, міне қызыл кілеммен жүріп келеді студенттеріміз. Міне жігіттер осылай әдемі киініп алған. Енді біздің оқу орнымыздың студенттері шеттерінен талантты, өнерлі деп айтсақ қателеспейміз. Бүгін өзім енді ютубтың жүргізушісі болып тұрам. Мына апайларымыз қандай әдемі киініп алған. Мінекей ою өрнектермен әдемі киініп алған. Мына жақта осындай балдар беріледі. Мінекей осындай бірінші орынға сертификат 10 000 теңге, ақшалай сыйлықтар бар. Мына жақта бүкіл міне сыйлықтарымыз бар, дайындап қойған. Енді тамаша конкурс болғалы тұр. Қазір өздеріңіз де көріп бағасын беретін боласыздар. 3 жюри болады. Әр кафедрадан студенттер қатысады. Где-то 20 студент қатысады. Алдын ала дайындық жоқ бұған. Тек қана жаңағы ұлттық үлгідегі, этно стильдегі киім кисе болғаны. Осындай әдемі сыйлықтар дайындалуда. Средний. Мына жерде күшті сыйлық бар, кішкентай чемодан, үлкен чемодан. Жоқ қой, мынаны алдын қойып қойыңыз. Сыйлықтар, ынталандыру сыйлықтары бұлар. Апайларымыз күшті дайындық жасап жатыр енді. Бұл жерде бүкіл универдің атынан емес, әр кафедраға негізі бөлінген. Соның ішінде біз тек осы бүгін ұлттық киімдер күні 18 наурыз соған орай ұйымдастырылып, кафедрамыздың атынан ұйымдастырылып отырған конкурс. Қазір үлкен звонок, сол үлкен звонокқа турлап дайындап жатырмыз. Қазір студенттердің барлығы сабақтан шығады, пока сабақтан шыққаннан кейін үлкен переменде ойнатылады конкурсымыз. Біздің басты ұйымдастырушымыз Ләззат апай. Ләззат апай мен өзімнің кураторым болған. Осындай ұйымдастыру жағын апайым қатырады ғой, қатырады. Осындай баннермен. Біздің ғимаратымыз міне өте үлкен, әдемі. Азиялық инновациялық университет. Бүгінде күн өте әдемі болып тұр. Міне студент қыздар біздің әдемі. Құрметті қатысушылар, мына тізімде бар жоқтарыңызды тіркеліңіздер келіп. Бірінші столға
Иә, расында да ата бабамыздан аманат болып жеткен ұлттық киім халқымыздың болмысы. Талғаман, тұрмыс тіршілігін айшықтайтын асыл мұра. Сол мұраны ұлықтап, жас ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру мақсатында бүгінгі тағылымды шара ұйымдастырылып отыр. Құқық кафедрасын ұйымдастырумен Орталық Азия инновациялық университеті академик Мардан Сапарбаев атындағы ғимараттың алдында халқымыздың мәдениеті мен дәстүрін насихаттауға бағытталған ұлттық киім ұлт айнасы атты ұлттық киім үлгеру конкурсына қош келдіңіздер. Бұл байқаудың мақсаты қазақ халқының ұлттық киімдерінің әсемдігі мен ерекшелігі. Жай ғана сән үлгісі емес, ол тарих, ол тәрбие, ол ұлттың үнсіз сөйлейтін шежіресі. Конкурс барысында қатысушылар ұлттық киім үлгілерін көпшілікке таныстырып, олардың шығу тарихы мен рухани маңызын сахна төріне айшықтап көрсетеді. Ендеше ұлттық нақыш пен заманауи талғам үндескен, дәстүрі мен дарын тоғысқан байқауға куә болуға асығыңыздар. Кафедрасы бұл жалпы наурыз айы келгеннен жаңа ру деп жатамыз. Алғыс айту күнінен басталып, қарсы алыңыздар. Екінші қатысушылар құқық кафедрасы. Келесі қатысушылар бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру кафедрасы. Келесі отыр. Филология кафедрасы. Бизнес және құқық кафедрасы. Қазақ ұлтының болмысын жылдың 4 мезгілінде ата бабамыздан қалған асыл мұра ұлттық киіміміздің жылы бояуларымен сабақтастырылып келеді. Қазақтың киімі тек денені жапқан туралы емес, әлеуметтік орны мен ұжасын рөлін отбасылық жағдайын білдіреді. Машиналарың келіп қалды бүгінгі мерекенің қарқынымен. Ұлттық киім нақыштың берекесі, таусылмасын қазақтың берекесі. Киіп келген киімім сән ғана емес, қазақтың аруының мәртебесі. Қазақи нақыштағы киімім мен оюлары арнайы өрнегімен жарқ етіп шықтым міне алдыңызға тәрбиелі аруымын өнерімен. Құқықтарын алып, қыз келе жатыр есебінде өздерін сақтап, ер мінезін көрсету арқылы қызды жақсылап күтіп алған болатын. Ал бізде Болат Нұрсұлтан, бұл жерде мұратым, бұл жерде бізде этникалық стиль, яғни заманауи брендтен тігілген, бұл осылай қазақи нақышта, яғни көріп отырсыздар,
МВПК 24 тобының білім алушысы Қорғанбаев Нұртас марапатталады. Басындағы. Солардың бәрін ескертіп бердік қой. Осы мәтінде ең креативті дизайн номинациясына келтілі, екішеттілі білім беру Ең басты мақсат болған бүгінгі сайыстың соның барлығын жеке-жеке тоқталып өтті деп айта аламыз. Өздеріңіз де куәсіздер. Яғни бас жүлде құтты болсын. Мына жерге келсеңіздер, жалпы фото. Утешительный приз, ынталандыру не сыйлықтарымыз бар. Қатысқан мына жерге келіңіздер, сіздерге де азғантай сыйлығымыз бар. Ынталандыру сыйлығы, Құдай қаласа келесі сайыста белсеніп қатысып жүлделі орындар алады деп сенім білдіреміз. Жеңімпаздарға аяқталды. шын жүректен өте жоғарғы деңгейде өтті.